want you to know it's okay. I was all alone on my own, it's okay though. Do you really love me? Do you Қарсы алыңдар, Toyota Camry 45 жөндеу жұмыстары бітті. sorry? Now you really gone and I can't get you to call me. Wanna run away, fuck this love and fuck this place. If you was a ghost, I would kiss you anyway. I can't feel my lungs, feeling like I'm out of space. Қайырлы түн достар, қалдарың қалай? Не ролик бүгін бұйырса осындай түнделікті әдемі деген Алматымыздан сәлем. Бүгін бұйырса жолға шығып баратырмыз. Камрименен жол болсын. Қайда баратырмыз, не баратырмыз, бәрін бұйырса алда роликте көретін болсыздар. Сәттілік бізге, жол болсын. Бұлтар бізбен бірге қатар көші. Тағдыр желі туған жерден алған талай. Көздің жасын өсір жауын жауған талай. Сағынышта Поехали! Куда поедем? Сейчас, подожди. Ту-ту-ту-ту-ту! Шымкент, проблемадан проблема. Так, толық бакты бензинге толтырайын десек, мынандай ағып, кішкене әурештікке салып жатыр. Біздің досымыз Асылбек қарап жатыр. Мынау біздің екінші көлік Hyundai Accent. Енді кішкене Toyota'ны өзгертейін дедік. Әрине алда көресіздер. Мына номерлер өзінікі. Қазір бұның да лампочкасы жанбайды. Алдымыз түн, бұйырса Алматыға шығып баратырмыз. Лампочкаларын қарап қою керек, кішкене. Алматыға жеткенде бұйырса толық көрсетем ғой, қандай машиналар, қандай вложение, не деген сияқты. Осындай жалпы. Шымкент керемет. Астымыздан только бензин ағып кетті демесең. Қазір балдар қарап жатыр. Сонымен бұйырса жүреміз. Алдымыз түн. Так, міне бензинге толды ғой. Дақанса кірмей қалған ба, жер бірдеңе болған. Қазір жөндеп жүреміз бұйырса. Не істейміз енді? Вязальный проволока керек дейді. Қарап көрейік. Ассалаумағалейкум достар, қалдарың қалай? Простые ребята, бұйырса Алматыға жетіп келдік. Шымкент қаласынан алып келген екі көлік. Оның біреусі Toyota Corolla. Өткен Toyota Corolla көп деген. Инстаграмға, дайректке, біздің жұмыс телефондарға, WhatsAppқа хабарласқан кісілер көп болған екен. Сол себептен тағы да бір Corolla алдық. Енді бұйырса до қалай жағдайы, соны сәл-сәл көрсетіп кетейін дедік. Жалпы машина жағдайы мынандай. Мына көлік біздің подписчиктің көлігі. Ол жігіт біздің Camry сатып алды. Біз оның Corollасын сатып алдық. Camry'ға келетін болса, жігіттер 45-7 миллион 500 мың теңгеге мен айтқандай өткендегі суммаға сатылды. И Corolla сатып алдық. Әрине Corollаны машина сатылған соң
қаншаға не алдық, қанша ақша салдық, сол кезде айтатын боламын. Енді машинамен танысып өтіңіздер. Достар, менің даусым сәл дұрыс емес шығып тұрған болса, оны айып етпеңдер. Енді біздің өзіміздің профессиональный операторымыздың бүгін қолы тимей жатыр. Сол себептен өзіміз любительский съемкамен түсіріп жатырмыз. Қожалқышты жағдайын көрсетіп кетейін. Шымкенттің шаңы, мына көліктің астын ашып қарағанбыз. Енді верхний клапанный крышкадан жіберіп тұр екен. Оны әрине бәрін жасап, толықтай диагностикасын көрсетіп, Max Drive'тың көлік жөндеу орталығынан и сендерге дайын көлікті ұсынатын боламыз. Достар, Toyota Corolla Европа, біз сондай көлік негізі қарағанбыз. Алдыңғы Toyota'да Европа болатын. И міне Европа ұсынып отырмыз. Мына Toyota Corolla'ның комплектациясы дейді ғой, мықты. Мына алдында решеткаларын байқағаныңыздар болса, мындай никельдері бар. Бізде алдында бұл жай ғана қара түсте болатын. Енді фара жуғыштары бар. Стойкаларды салонда қазір көрсетіп өтем. Айырбақтар бар стойкаларында даже. Енді бізде қазір жұмыс, мынаны кеше Шымкент қаласынан өзіміз шолап атырып жылып алдық. Бұл қазір шу шашпай тұр. Қазір бамперін шешіп, іші не болып жатыр, оның бәрін көретін боламыз. Мынандай пленка жабыстырып қойған екен. Мүмкін әдемі, мүмкін әдемі емес. Оны комментарийға жазып кетіңіздер. Бұл көлікке де әдемі деген диск алынды. Қазір сіздерге көрсетеміз. Өзі штамповка дисктен тұр екен. Бұндай әрине диск бізге ұнамайды. Оның орнына титановый диск салатын боламыз. Достар, келдік, жұмысты сразу бастадық. Міне диск өткендегі Toyota Corolla сияқты Алланың қалауымен бүгін базарда жүріп тап болған болатын. Бұны сататын жігіт те бізді көреді екен, біздің подписчигіміз екен. Алла разы болсын, келіп бағасына түсіп берді. Енді бағасын жаңа айтқандай көлік сатылған соң қаншаға алған айтатын боламын. Өткендегі Corolla'ның дискісі, білмеймін қайсысы, енді сатушының айтуы бойынша Альфредта тұратын диск дейді. Енді білмеймін толықтай, бірақ әдемі диск, 17 размер. Corolla'ның жаңа айттым комплектациясы пред максимальный деп айтады. Максималкада бізде пуштар, бесключевой доступ болады. Мына оның алдындағысы. Міне жаңа айтып өткен айырбақтар стойкада, 4 стойкада айырбақтар бар. Әрине бұл подушка безопасность рульде, бардачоктың жанындағы деген сияқты. И мына бізде барада климат контроль. Алдыңғы Corolla'да оның бәрі механикалық болатын. Қорабы автомат, салонына мін жоқ. Бұл айтқанда іші таза, отырдың приятный. Кеше Шымкент қаласында көріп жүрген кезде машина сразу ұнаған болатын. Міне мультирулі бар, жаңа айтып өткен климат контроль, мықты, керемет. Бұның толықтай химиялық тазалауда керек жоқ. Кішкене предпродажын жасаймыз и сатуға шығаратын боламыз. Енді біз алдында роликтерде сіздерге көрсетпеймін, мүмкін осы роликте соны көрсетейін деп толщинаменен қалыңдық өлшейтін құралғы деп айтайын қазақша. Қазір сыртын көрсететін боламыз.
Достар, енді Шымкент қаласынан екі көлік алып келген болатын. Біріншісі Toyota Corolla, екіншісі және де сұранысқа жақсы Toyota'дан кейін жүретін Hyundai Accent 2015 жыл. Ол көлік әзірше Макстың Эстосына апарып қойдық. Әрине, алда қазір көресіздер, қандай жұмыстар, қандай жағдайда Accent екен. Енді қазірше Corolla өзімізде, жаңа алынған дисктарымызды салып, полировкасын жасап, әдемілеп, бұны да ертең жаңа көрсеткен қозғалтқыштың жаңа диагностикасын Макс Драйвқа баратын боламыз. Жақсы, сәттілік, арнамыздан ажырамай, видеоны аяғына дейін көріңіздер. Қайырлы таң, достар. Бүгін жаңа күн. Бүгін бұйырса Corollаны қараймыз, жалпы жағдайы осындай болып жатыр. Жалпы подушка, қозғалтқыштың, әлде қораптың қазір диагностикасын жасап көреміз. Таңда осындай базардың шайы өте дәмді болады да. Баяғы бала шақтан қалып қойған ғой базардың шайының дәмі деген. Сондықтан шай ішіп алып дейсі қараймыз. Жаңа айтқан подушка, сосын менде жалоба болып тұрғаны бензин ағып жатыр. Толық бақ құйсаң бензин ағады. Сол жалпы былай жағдай жаман емес. Енді толық қазір диагностикаға салып, астын үстін көріп, сонымен бастаймыз. Жақсы, давайте. Так, Маке, что там, Corolla не деп жатыр? Corolla бізде былай бір сөзін айтқанда қозғалтқышында үлкен ештеңе жоқ. Сол баяғы алдын алу шара, прокладкалары, форсункалары, міне дроссельный заслонка мынандай болып бітіп кеткен. Жан-жағынан прокладкадан кішкене аққан. Подушкасын ауыстырдық. Бұл автокөлікте бізде осы жастықшасы қозғалтқыштың отырып қалған екен, резинкасы. Сондықтан қозғалтқыш от алу барысында рычагты D-ға қойғанда, драйвқа кішкене салонға вибрация берілетін болған. Жастықшаны ауыстырып еді, қойды. Ендігі мәселе, астынан келетін болсақ, бұл қозғалтқыш бізде таза, ешқандай үлкен ақау жоқ. Алдын алу шараларын бітіріп, ретіне келтіреміз, үлкен ештеңе жоқ. Қозғалтқыш өте әдемі, керемет. Жаңа май, және де майдың жаңа сүзбесін қоятын боламыз. Әдемі? Bastır kım, tekin, bastır kım, sekin, tövbe kım, tekin, şopar kım, mekin, bastır kım, tekin, master kım, sekin, tövbe kım, tekin, şopar kım, mekin. Қайырлы таң, достар. Так, Accent детонация беріп тұр, жөндеу керек. Міне Макс Драйвтың Эстосы. Так, Макенге қарап көрейік. Макс! Где ты? Ассалаумалейкум. Сал қалай, братан? Камераң көріп шошып кеттік. Неге? Ассалаумалейкум, достар. Алейкум ассалам. Сен айтып ғой, кәріс қыз алып келдім. Мен бұйырса кәріс қыз алып келдім. Соны көрейік, японский емес. Кореядан келді ма? Кеше түнде келдім ғой. Свежий пригнанный. Жүр, көріп жіберейік. Hyundai Accent ал дедің ғой сен? Accent немесе, Kia. Не деген, керемет. Сенің жұмысын керек көп тұр ғой? Троит етіп тұр ма? Троит етіп тұр. Машинадан кіргізейік, көрейік диагностикасы. Машинаны ыңғайластырып қойып алайық. Диагностикадан бастайық. Дальше көреміз. День хороший, да. Настроение отличное. Всем привет. Все, жеги бастаймыз бұйырса. Давайте, сәттілік. Бізде көлік бір қалыпты жұмыс жасап тұрған жоқ. Қозғалтқыш көрдіңіздер ма? Тахометр қалай секіріп тұр, вибрация беріп, детонация. Қазір диагностикасын көреміз. Негізі қозғалтқыш жуған екен. Сол себептен дейді. Енді бұрынғы егесі. Енді компьютерға салғаннан кейін бұйырса, иншалла, көрінеді. Жасалмайтын дүние жоқ, жасаймыз ғой бұйырса. Ал, Accentті бастайық. Маке, что там, не деп жатыр компьютер? Компьютерге келетін болсақ, дәл қазіргі сәтте электрондық ақауларын бәрін қарап шықтық. Бізде ақаулардан электрондық мынау распредвал банк 1, соның мына муфтысы,
екі распредвал мен коленвалдың меткісінде схождение бар деген ақау шығып жатыр. Және де свечасын шығарып қарадық, свечалары бәрі жақсы, орынды. Бірақ өкінішіне орай осы автокөліктің қозғалтқышының крышкасында май түсіп кетті. Және бұны орнына келтіретін боламыз. Барлық электрондық саймандарды тексердік, орынды, саймандары жақсы істеп тұр. Ақауы, барлық ақау банк бірде болып тұр. Бұл жерде мәшіне кішігірім жұлқуы мүмкін, қара түтін шығуы мүмкін. Барлық ақау бір жерде орналасқан, осы распредвалды. Қазір крышкасын, прокладкасын ауыстыру барысында, жоғары жақта жұмыс істеу барысын орнын ақырын тексеретін боламыз. Немесе екінші ақау осы автокөлікте датчик распредваланты тексеретін боламыз. Бірақ өкінішіне орай механикалық жағына өте жақын келіп жатырмыз. Бұлай қалғаны орында. Коробкада бізде ешқандай ақау жоқ. Дроссельный заслонка, форсунка деген сияқты алдын алу шаралары істелінген сияқты, меткалары тұр, таза. Енді сол ең бастысы распредвалға кіретін боламыз. Жөндеуге келеді ғой? Келеді. Достар, акцентімізді аштық. Қайтадан. Міне достар, ұмытпағыңыздар, алдын алу шара болып саналады. Осы қозғалтқыштарда міне күнделікті кездесіп жататын жағдай. Жүргізушілер ауыстыруға ұмытып кетеді. Осы крышкадан май ағады. Және де міне қайта әр видеода көрсетіп жатырмыз, бірақ сонда да көріп алыңыздар, осы жолда мынау сальниктері резинка ағаш тәрізді болып кетеді. Ол прокладканы уақытылы ауыстырған дұрыс, достар. Ендігі мәселе, прокладка клапаны крышкадан бөлек жақын түсірсеңіз. Міне бағанағы распредвалымызды тексеру барысында мына жағынан кішкене түсірсеңіз, міне үлкен люфт бар екенін байқадық. Как раз таки бізде электрондық ақауда распредвалдың угол опережениялары дұрыс емес болды. Сондықтан осындай люфт болған кезде екі распредвал айналысу барысында бір-біріне меткілері сәйкес келмеуі мүмкін үлкен оборотта. Сондықтан қақалып, машиненің жаман от алып, жанармайдың үлкен мөлшерде жеуі пайда болады, достар. Ендігі мәселе тек қана осындай жағдайда не істеу керек ары қарай? Цебін ауыстыру керек, натяжительдерін ауыстырып, жан жағындағы расходниктерді көз жүгіртіп өткен жөн, достар. Ендігі мәселе осы қозғалтқышта, достар, распредвалдың угол опережениясын түзейтін боламыз. Бұлай қалғаны бәрі жақсы. Цеп созылып кеткен ғой. Иә, цеп созылған. Бір ауыз сөзбен айтқан кезде цеп созылған. Достар, баршаңызға рахмет, біздің арнаға жазылып, үлкен көмек, жәрдем беріп жатқандарыңызға. Простые ребята, керемет. Шаш деген айқайлап кеткен дейсің ғой. Так, дефлекторға шығып баратырмын, жаяу, таксименен. Ана акценттің ортада дефлектор сынып қой, соны қарап. Акценттің жаңағы цеп екен ғой, цеп босап кеткен. Причина сол дейді бұйырса. Енді көлікті бүгін тастап кетем, қазір дефлекторды алып, Короллаға дистер алып қойғам. Солардың бәрін салып жасап бұйырса. Сізіңдай жасаймыз ғой. Простые ребята, руки прокладка клапаны крышки болып кетті да. Осы жолы жақсы ремонт істейтін болды. Достар, мына Hyundai'мызда, акцентімізде бізде біріншіден диагностика жасау барысында бізде бұлай анығырақ сізге көрсетейік. Мынау коленвал мен распредвалдары цеппен крышканың ішінде бір-бірімен байланысады. Солардың орналасу меткілері болады. Солардың бір-біріне сәйкес еместігін байқадық. Осылай. Және де осы автокөлікте бізде коренной сальнигінде, яғни осындай жерлерінде коробка мен қосындыларында резинке болады, майды ұстайтын. Содан аққанын байқадық. Осындай сәтте бізде мына автокөлікте жасау барысында жұмыс алаңы өте тар болғандықтан, және де бізде алдында лобовойында және коренойда ауыстырғандықтан біз коробканы бөлек шешіп,
лобовойын бөлек шешкеннен гөрі бір қозғалтқышты түгел толығынан шешіп алуға шешім қабылдадық. Енді қозғалтқыштың жан жағына көп жерлеріне тиіспейміз, жуып чайып, керек жарақтарын, ақауларын орнына келтіруге тырысамыз, достар. Бұлай, осы қозғалтқышқа келетін болсақ, өздеріңізде бұлай қарап алыңыздар, мына жағынан. Жақсы, барлық саймандары орында, май жемейді, түтіндемейді. Тек қана сальниктерін, расходниктерін ауыстырып, бұл көлікті ұзақ уақытқа жұмыс істегенге дайындаймыз. Первый запуск. Алланың қалауымен бұйырса, Hyundai акцентінде жұмысы аяқталып қалды. Енді кішкене жұмыстары бар. Бұл жерде жасаған цеп, май, суын бәрінен толықтай мәкеңнің өзі айтады қазір. Енді жалпы жағдай осындай, асты үсті жуып қойдық, енді жоғары жағын алдымен хозяин жуып қойған. Астын тазалады мәкеңдер, молодец, рахмет. Біздің подписчиктерден келіп жатыр, танысып жатырмыз подписчиктермен, рахмет. Келіп мәкеңді қолдап, жұмысын бағалап, жұмыстың сапасын өздерінің көздерін жеткізсеңдер болады. Мәке, жалпы енді өзің бір ауыз айтып жіберсең? Жалпы бүгін жақсы күн болды, автокөліктің барлық дерлік ақауларын орнына келтірдік. Автокөлік дайын. Енді мына капоты әзірше жоқ, енді біз қозғалтқышты шешіп салғандықтан толық дерлік тексеріп жатырмыз. Майын, антифризін құйып, барлық электрондық саймандарды тексердік. Қозғалтқыштардың сальниктерін ауыстырып қойдық. Қозғалтқышта вибрация болды. Подушкасын, яғни жастықшаларын ауыстырып қойдық. Ең бастысы, осы автокөлікте бізде ең басында компьютерный диагностика жасау барысында распредвал мен коленвалдың цеп грейндары меткілері келмеген болған. Және де бізде компьютерный диагностикада ол ақау шықты. Дәл қазіргі сәтте осы автоқозғалтқыштың тексердік, өте керемет. Міне бізде қазір лямбда-зондтың ошибкасы шығып тұр. Енді қазір оны ары қарай қарастырамыз. Ең бастысы бізде қозғалтқыштың угол опережениялары, распредвал мен коленвалдардың меткілері өте әдемі. Клапандардың ашып жабылуы синхронно болып тұр, достар. Енді қазір қыздырамыз, тексереміз, автокөлік дайын, достар. Достар, бұйырса бүгін Hyundai акцентімізде, Corolla'мызда толықтай ремонттарын технический жағынан жасалып өтті. Max Drive ресурсында. Тағы да өтініп сұрап кетейін, жігіттер. Max YouTube каналы бар. Әрине описаниеде сілтемесін қалдыратын болам. Телефон номері болады. Сұрақтарыңыз болса хабарласып, алдын ала жазылып, келіп, көліктеріңізді жөндетсеңіздер болады. Енді осы екі көліктің қорытындысын айтып жіберсеңіз, Max, не жұмыстар қалай жасалды, оңай болды ма, қиын болды ма деген сияқты. Енді былай айтқан кезде бізде акцент екі автокөлік келді, екеуі де керемет. Енді акценттің және жағдай кішкене Toyota'ға қарағанда, Corolla'ға қарағанда кішкене төменірек болды. Неге? Өйткені қозғалтқышында бізде кәдімгідей көп жұмыс болды, шашылды қозғалтқышты. Акценттен бастайды, достар. Акцент келген кезде подъемникке көтердік, жүргізу механизмін толық тексердік. Бұлай айтқанда ходовкасы доп болып тұр. Барлық салим блоктары жаңа, жүргізу механизмдегі амортизаторлар деген сияқты бөлшектері керемет істеп тұр, достар. Қозғалтқышына диагностика жасау барысында электроникасын тексергенде біздер екі распредвал мен коленвалдың меткілері бір-біріне сәйкес емес екенін байқадық. Одан басқа ақау бізде болған жоқ, бірақ өкінішіне орай қозғалтқыштың үстін астынан дегенде қарап шыққан кезде коренной сальник және де лобовой сальниктерінен кішігірім май аққанын байқадық. Енді ол қозғалтқышты біз шешім қабылдап, шығарып алып, жерде толық расходниктерін, алдын алу шараларын, барлық сальниктерін ауыстырып, ретіне келтірдік, достар. Жинап болған соң электроникасын қайттан компьютермен тексерген барысында екі распредвалы коленвалмен бір-бірін танып әдемі болды, достар. Прокладка клапанной крышки, свеча, чистка дроссельной заслонки, одан бөлек форсункасын тазаладық. Осы алдын алу шараларын бұл автокөлікке толық жасадық.
қозғалтқышы дайын, қара түтін ешқандай жоқ, машиненің тартысы керемет болды, барлық температурный датчиктер жақсы істеді. Және де айтпақшы достар, акцентімізді қозғалтқышы келген кезде бізде салонда вибрация болды. Ол вибрациясы жойылды. Қозғалтқыштың жастықшаларынан болып шықты. Енді Toyota Corollaға келетін болсақ, достар, ол машинедегі енді керемет екен. Қозғалтқыш жағына ғана айтайын, ходовкасы бізде зыңдай, шанағы зыңдай. Қозғалтқышына келетін болсақ, қайтадан алдын алу шара, баяғы прокладка, чистки дроссельные заслонки, форсункаларын тазаладық, бетіндегі прокладка мен сальник шахталарды ауыстырдық. Одан бөлек адаптация жасап, электроникасын тексеріп, ақауларын жойып, орнына келтірдік. Бұлай айтқан кезде маған Toyota жақсырақ мағды, жағдайы керемет екен. Ал акцент толық дайын, достар. Corolla'ның бізде бензинасосынан жаңағы ұмытып кеттім, кешіріңіздер. Сол негізгі причинасы біреуі сол болған да? Автокөлікте бізде Corolla'да бензинасостың станциясында бұралған сәтінде бетіндегі тұрған резина қысылып қалған екен, және де толық бензин құйған барысында ол төгіліп, салонға иіс келген екен, достар. Ашу барысында резинаның қысылғанын байқадық, орнына келтірдік, үрлеп, тазалап, қайттан жинап қойдық. Енді бензин шықпау керек. Енді толықтай бензин құя береміз ғой. Толықтай бензин құя береміз. Енді ол көлікті алған адамда толықтай бензин құйып, полный бакпен жүре беріңдер. Көліктеріміз бұйырса дайын. Corolla'ның шанағы мынандай деген себебі оны кеше біз дайындап тастағанбыз, полировкасын жасап, біз көрермендерге көрсеткен жоқпыз. Қазір мен ғашық болдым. Өзіміздің эстомызға барып акценттің ремонтын бастап, бұйырса алда қызықтар болады. Видеоны толығымен соңына дейін көріңіздер. Жайлет Мәке, рахмет саған бауыр. Сіздерге де рахмет, достар. Керемет контент, жақсы арна, және де өте жақсы қарапайым жігіттер. Так, біздің екінші көлік Hyundai Accent 2015 рестайлинг. Так, дөңгелектері осындай, өзінің заводтық түрінде. Кеше менде бір Boston дистар бар еді, баяғыда приора алған. Соны салғанбыз негізі. Алған кезімде кішкене шатасып, артқы дөңгелектің размері басқаша болып келді. Енді проставкамен салдық. Осындай болып кузовтан шығып кетті. Енді бұның орнына басқа диск қараймыз тағы да. Резина алып қойып еді енді. Осындай диск. Но негізі әдемі жарасар еді. Қазір басқа диск саламыз. Так, сыртына полировка керек. Лобовое. Негізі обогрев лобового стекла деген бар. Оның орнына басқа сала салыпты. Қазір ішін таныстырам. Мультируль. Қазір химчистка керек енді. Кеше жігіттерменен асығып-үсігіп түнімен мына тұрған сұр светтерін бәрін бояп жаңарттық. Енді ішіне салонына химчистка керек. Объем 1.6, 6-ступенчатый автомат дейді ғой. Кондиционер бәрі бар. Бұл предмаксимальный комплектациясы. Міне бізде подогрев руля бар. Жаңа айтқан мінеки лобовойдың обогреві, артың лобовойдікі. Бізде только пуштар жоқ қой. Бұлай жалпы жақсы, жуып, әдемілеп, сыртын полировать етеміз. Технический жағын бәрін кеше Мәкең жасап берді. Міне жаңағы трещина. Бұның орнына өзінің лобовойын алып салған жөн болар. Енді қымбат болса да, қалай болу керек, солай болу керек қой негізі жігіттер. Біз негізі простые ребята, сондай жігіттеріміз. Қой, бұйырса дисктарын айырбастап бастай берейін. Әрмен қарай көре беріңіздер. Достар, қайырлы күн. Бүгін бұйырса көліктеріміз ремонттарын бітіп, сіздерге көрсетейін деп, мақтанайын деп, съемкамызды жүргізіп жатырмыз. Бізде бұл аптада 2 көлік, 2 проект деп айтсақ болады. Біреусі Toyota Corolla, екіншісі Hyundai Accent. Енді ұнаса ұнады деп, ұнамаса ұнамады деп комментарийға жазып, лайк басып қарсы алыңыздар.
осы аптаның ішінде біраз жұмыстар жасалды. Ол S100-да жасалып, Макстың өзіміздің S100-ларда полировкасын тампонт ететін жерін тампонт етіп, әдемі келген дисктарды салып, машинаның түрін жылтыратып қойдық. Hyundai Accent'ке келетін болсақ, жаңа роликте көрдіңіздер, технический жағында қандай жұмыстар жасалды. Причинасын бәрі бір цептен болды, зажиганиясы кетіп қалған. Енді оның бәрін айырбастап, роликтерін айырбастап, май суын толықтай ауысты акцентімізді. Дөңгелекке келетін болсақ, 16 размер осындай диск алдымыздан шыға келді. Бұлай айтқанда, оған бұл жігітті берген жігітке Алла разы болсын. Рахмет. 16-лық қыстық дөңгелектермен машинаның түрін әдемі ашып тұр десем қателеспеспін. Көліктің сыртын полировкасын жасадық. Бізде мына зазор бамперде келмей тұрған болатын. Оның бәрін шешіліп, қайтадан салынып, бір бізде фарымыз патет ететін. Енді оның ішін қайтадан ашып, герметиктерін жағып, әдеміше жасап қойдық. Енді әлі бөле болса кеуіп үлгерген жоқ, кішкене көлікті фарасын қосып айдау керек, сол кезде кеуіп кетеді. Енді біздің көліктерде екеусіне де өзіміздің номерлар тұр. Ол 102, 220, екі көлікте. Негізі барған себебіміз Шымкент қаласына айтқан болатынмын. Енді бізде өзіміздің проектке келетін болсақ, бұл Toyota Corolla, Hyundai Accent'ке кішкене ақшамыз артылып, енді әрине біздің проекттің ақшасы бұл машинаға жетпейді, сәл қостық. Екі көлік сіздерге ұсынып отырмыз. Ішіне қарай көшейік. Бисмилля. Бізде проекция Hyundai әлі болған жоқ. Өткенде Макс Ақылбек бір кәріс қыз алып келсе, бұнда жөндеп көрейік деп, сол себептен осындай Hyundai Accent алдық. Ұсынысқа жақсы сайтта жақсы өтетін көліктердің бірінші қатарда келеді десем қателеспеспін. Комплектациясы өте жақсы акценттің. Бұл акцент 2015 рестайлинг болып саналады. Бұл жерде қорабы 6 ступенчатый автомат, кондер-мандер, құйрық жылтқыштары бар, полный электропакет. Бізде подогрев руля бар. Күні кеше ғана лобовойында трещина болатын, оны айырбастап қойдық. Енді бізде обогрев лобового стекла бар. Толықтай киген кезде дворниктарды жылытатын кнопкасы осы жерде. Салоны таза. Лейбл атын жігіттеріне рахмет, мың алғыс. Осы описаниеде әрине Асылбек химчистканың телефон номерін қалдыратын боламын. Химчистка керек болатын болса, хабарласып біздің атымыздан жеңілдіктер болатын болады. Әдемі орындықтары отырып кетпеген, жыртылмаған, рулі осылай тігілген екен. Әдемі, маған ұнайды, жүрісі өте жақсы болып қалды. Зажиганиясын қойғаннан кейін көлік тыныш істейді. Объемы 1.6. Басқа не айтам? Енді басқасын жаңа роликте көрдіңіздер. Көлік мынандай. Көліктің қозғалтқышында көрсетіп жіберейін. Ремонттан кейін біраз нәрсесі жуылды, салынды. Бізде қозғалтқыш 1.6 қорабы, автомат жағдайы жақсы, еш жерінен май ағып тұрған жоқ. Коренной, лобовой сальниктерін бәрін ауыстырдық. Керемет, майын құйып қойдық. Бұл жерде майы 530, антифризында айырбастап қойдық. Антифризіне келетін болсақ, жасыл норд құйылған болатын. Бізде міне жаңа айтып өткен фарам іші кішкене терлеп тұр, әлі кепкен жоқ дұрыс. Дегенмен уақыттың өтісімен кеуіп кетеді. Бізде оптикалары алды арты жақсы. Машина алдынан соққы алмаған, артынан да соққы алмаған, қатты удар жемеген ғой, былай айтқанда. Сүйектері аман. Енді бұл көлікте толщиномерменен қалыңдық өлшегіш құралғымен өттік. Бұл жерде съемкасы кішкене үлгермей қалып, сіздерге көрсете алмай қалдық. Біз айта кетейін, біз көлік алған кезде тоже өзіміз тексеріп аламыз ғой. Сол себептен бізде артыңғы екі крылода кішкене шпаклевка бар, бірақ толщиномермен өтіп тұр. Ол қатты соққы алмаған дегенді білдіреді. Hyundai акцентімізге келетін болсақ, жігіттер, бағасы 6.200.000 теңге. Описаниеде тұрған біздің инста парақшамыздың дайректке жазсаңыздар болады, немесе сол жерде тұрған басқа да сұрақтар деген телефонға хабарласып, көлік ұнаватса алсаңыздар болады. Енді Corolla қарай көшейік. Енді қазақ болғандықтан бізге өзімізге Toyota ұнай береді, жақын келеді. Білмеймін, несі бар екен, жапондықтар қазақтарға түкте қатысы жоқ негізі. Дегенмен Toyota көбірек нарықта бірінші орында тұр. Toyota Corolla ең мықты көліктер қатарына әлем бойынша кіреді. Бұзылмайды, сынбайды, қосалқы бөлшектері арзан, әр жерде табылады. Сол себептен Corolla
жақсы, сондай Corolla іздеген болатынбыз. Өткенде Corollаны жасап шыққан соң бізде көп деген дайректке жазды, комменттарға жазды, Corolla сатылып кетті ма деген сияқты. Сол себептен үлгермей қалған кісілер болатын бар арамызда. Сол кісілерге осы көлікті ұсынып, немесе басқа ұнап жатқан жігітке, енді кімге бұйырады жігіттер, сол кісі алады. Енді тоқтала кетейін жігіттер, бұл жерде Макстың эстосында жасалған жұмыстарды жаңа көрдіңіздер, бұл жерде только расходниктар болатын. Ол бізде внутренний гранатаның пыльнігі, верхний клапанный крышканың прокладкасы, тағы бізде бензиннің иісі шығатын. Алдыңғы хозяин бензинасос айырбастаған кезде прокладкасына дұрыс отырмаған ба, резиласына, сондай бір себептермен бензин иісі шығатын. Жолда келе жатқан кезде толық бак бензин құйғанда машинаның астынан ағып біраз әурешілікке салды. Енді оның бәрін жасап қойдық. Әрине, простые ребята, ондай нәрселерді қалдырмайды. Не жұмыстар жасадық, айта кетейін, енді мына жерде көп вложение болған жоқ, негізі былай айтқанда, бір ақшалай келген кезде жігіттер қалтадан бәрібір тебеді. Мына пленка енді жігіттер өзімен келді, алдында айттым, біз только мына противотуманкасында болған жоқ, соны кеше толықтырып жібердік. Алдына осындай өткендегі Corolla сияқты самурай салып қойдық. Өткендегі Corollaға біраз ұқсайды, бірақ комплектациясы бұл жерде мықтырақ келген. Бізде алдың Corollада мына решеткамыз қара түсті болатын, ал мына жерде мынандай никельдерімен түрі мынандай. Өткенде Max Drive'тың эстосында жүрген кезде құр қара отыра бермей, дөңгелек диск қарайын деп шештім. Базарды аралап жүріп, мына дискке көзім түсті. Өткенде тұрған Corolla'нық сияқты 17 размер дөңгелегі Dunlop қыстық резинасымен, енді ойладым баға жағы қымбатырақ келеді шығар деп. Сөйтсем, ол жігіт мені таниды екен, біздің каналды көреді екен, сонымен өзінің скидкасын жасап, осы дөңгелекті алған болатынбыз. Бізде бұл дөңгелектің біреуісінде ғана дефект болатын. Мына жері былай краскасы ұшып, сондай әдемі соп тұрған. Бұның бәрін жігіттер толықтырып, әдеміше бояп жасап қойды. Сыртына келетін болсақ, жігіттер сыртына зазорлар, кеткен жерлерін зазорларын келтіріп, қайтадан бамперде бізде мына су шашқыштар жұмыс жасамайтын. Мынаны өткенде Шымкентте тұрып өзіміз жуып алған болатын. Енді мықты кнопкасын басасын, фара жуылады. Негізі кнопканың бәрі істеген жақсы. Енді сол дәрежеге дейін жеткізуге қатты тырысамыз. Сыртты жағына келетін болсақ, жігіттер екі слой 815-тен полировка жасалды. Одан кейін көкбасты голограммасын кетіріп, осындай әдемі көлік сіздерге ұсынып отырмыз. Бұның да ішіне қарай көшейік. Жаңа айтып өткен, бізде климат контроль комплектациясы мына жерде пред максимальный комплектация. Сол себептен мынаның бәрі кнопка болып келген климат контроль. Өткенде айттым, мына жерде айырбактар 4 стойкада да бар. Мультируль бізде бәрі жасап тұр. Құйрық жылтқыштар жасап тұр. Мына чехолдарын шешпеуді жөн көрдік, таза екен. Астында орындығы да тап-таза, сол себептен кете берсін. Жаңа иесіне подарок деген сияқты. Мына заттардың бәрі, пластмастардың бәрі түгел. Мынандай руль қаптағышы өте әдемі келген. 4 электрондық терезе ашып түсіргіш нәрсенің бәрі жұмыс жасайды. 2 боковой зеркаласы жабылады. Toyota Corolla'да осындай 2 бардачок келеді. Әдемі, сөзім жоқ. Көлік енді бұйырса толықтай дайын. Toyota Corolla акцентке қарағанда өзіме кішкене қаттырақ ұнайды. Неге десеңіздер, енді баға жағынан да бұныкі кішкене қымбатырақ келеді. Салонына келетін болсақ, екеуінің шумоизоляциясы бір десем қателеспеспін. Жүрісі жағынан әйбат, жұмсақ жүреді. Енді моторный отсекті көрсетейін. Өткендегі Шымкенттің 1-2 тонна топырағын алып тастадық. Так, көліктің қозғалтқыш жағдайын қазір көресіздер. Лейбл атын жігіттері керемет, негізі жуады. Менің әңгімем жоқ. Көріңіздер, қарсы алыңыздар. Қозғалтқышы осындай керемет, жып-жылтыр болып тұр. Бұл жерде жаңа айттым, верхний клапанный крышка, свеча форсункаларын бәрін қайтадан әрине тазалап, керемет қылып түрін жасап қойдық. Бұл жерде көлікте ауысқан деталь только алдыңғы бампер ғана болған екен бізге дейін. Капот, 4 есігі, артыңғы крышка багажника бәрі өзінікі тұр. Бұның да оптикалары, алды-арты, противотуманкалары бәрі заводской Toyota'ныкі тұр. Енді жігіттер, Toyota Corolla'ның бағасын айта кетейін. Енді бізде дайректке телефонға көп кісілер телефон соғып, бағасы нақты қанша дейді. Жігіттер, нақты бағасы Toyota Corolla'ның 6 миллион 700, акцентіміздікі 6 миллион
200 мың теңгеге тең. Енді ұнап жатса, әрине жаңа айтқан Instagram парақшасында сілтемесі тұрады біздің описаниямызда. Соған өтіп, немесе осы жерде бізде басқа да сұрақтар бойынша телефон номер жазылып тұр. Соған хабарласып, көлікті рахаттарыңызға мінсеңіздер болады. Жалпы жігіттер айта кетейін, енді алдымыз бұйырса жаңа жылда кеп қапты, 2022 жыл келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Енді бұйырса ролик келесі 2022-де кездесетін болармыз. Алла нәсіп етсе, көліктерім сатылып жатса, сенбі күні әрине осы каналда жоғалатын боламыз. Бәріңізге рахмет. Максқа да біздің Простые ребята ұжымының жігіттеріне де алғысым шексіз. Жігіттер, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. WhatsApp группаларда, ВКонтакте, Telegram біздің сілтемелерімізді жіберіп, біздің подписчиктер санын арттыратында өздеріңіз. Жақсы, Алла разы болсын бәріңізге, сәттілік, бәріңізге ассалаумағалейкум. Uzi, no Uzi.